Сәлем достар, бүгін уәдеткендей карамель жасап үйренеміз. Ол үшін бізге алдымен осындай арнайы силиконды формалар қажет болады. Формалар әртүрлі болуы мүмкін, өз қалыңызға қарай таңдап аласыз. Келесі бізге қажет ол таяқшалар. Арнайы қағаздан жасалған дүкенде сатылатын таяқшалар болуы мүмкін, ұзындығы әртүрлі, немесе кәдімгі шпажкалардан жасап алуға болады. Шпажканың үшкір жағын қиып тастап, өзімізге керек ұзындықты қалдырамыз да қауіпсіз таяқшалар жасаймыз. Шпажкаларды алдын ала немесе одан кейін де кесуге болады. Формаларымыз таза, дайын болу керек. Тегіс жерге орналастырамыз. Сушы таяқшалары бізге таяқшалар түзу қату үшін керек. Бәрін осылай алдын ала дайындап қоямыз. Егер осы сәтте сушы таяқшалар болмаса, кәдімгі балаларыңыздың қарындашын пайдалануға болады. Келесі бізге қажет болатын ол пирометр, сироптың температурасын өлшеп отыру үшін. Пирометр болмаса, игольчатый погружной термометр қолдансаңыздар да болады. Тағы да бізге керек болатын заттар ол газ және зажигалка немесе горелка деп атаймыз. Горелка бізге карамельдің бетіндегі көпіршіктерді алуға, сонымен қатар тегіс емес жерлерді, үшкір жерлерді кетіру үшін керек. Бір рет осылай алып қойсаңыз, сізге көпке жетеді. Мен топ декордың гельді краскаларын пайдаланамын. Бүгін осындай қызғылт түсті қосамыз. Ал енді негізгі бөлімімізді бастайық. Бізге міндетті түрде тарасы керек болады, одан кейін сотейник, түбі қалың сотейник қажет болады. Құрамындағы заттарды бір-бірден сотейникқа жібереміз. Алдымен қант, глюкозный сироп менде Пакнардікі, осындай шелекте сатылады 1 литрлік. Абайлап құйып алыңыздар, өте қоймалжың болады. Бастапқыда бөлек ыдысқа құйып алсаңыздар да болады. Келесі кезекте бізде су, оны да кішкентай ыдысқа құйып алып құйған дұрыс. Заттардың мөлшері 5-7 граммға дейін артық немесе кем кетіп жатса, ештен кетпейді. Масамызды жақсылап араластырып, плитаңыздың қызуына байланысты орташа және орташадан сәл жоғары температураға қоясыз. Менде мысалы 6, ең ыстығы 6, мен 4 немесе 5-ке қоямын. Масамызды бір рет араластырғаннан кейін енді тиіспейміз, тек қайнауын ғана күтеміз. Біраздан кейін сироп та қайнай бастайды, температурасын өлшеп отырыңыздар. Сіздерге ұзақ көрінуі мүмкін, бірақ плитадан алыстамаңыздар. Басқа жұмысқа кірісіп кетіп, сироп туралы ұмытып кетпеңіздер. Температураны жиі қарап отырып, шамамен 117-18 болған кезде бояуымызды қосамыз. Карамеліңіздің қанық түсі қосқан бояуыңыздың мөлшеріне байланысты. Карамельге гельді қосқан кезде түсі мөлдір болады. Егер сіз түсін матовый қылдырғыңыз келсе, осындай ақ краскадан 2-3 тамшы қосып жіберіңіз. Карамеліміздің температурасы таяп қалды 142-ге, сондықтан абай болыңыздар.
139-да алып көбігін баса беруге болады. Міне көріп тұрғаныңыздай, қайнаған сайын ол өзгеріп тұрады. Көбігін бірақ минуттай басып аламын. Одан әрі құя бастаймын. Абайлаңыздар, сироп өте ыстық болады. Енді 140 градусты сироп. Абайлап құйып шығамыз. Осы жерде таяқшаларыңыз жылжып кетсе жөндеп отырыңыздар. Өйткені масы тез қатып қалады. Бастапқыда кішкене қиындау болады, біраз паника болуы мүмкін, бірақ бара-бара үйренесіздер. Осы жерде горелканы пайдаланып, бетіне шыққан көпіршіктерді басып шығамыз. Енді бастап жатқан қыздарға кеңесім, алдымен жарты порция жасап көріңіздер. Бір порциядан шамамен 18 дана шығады. Жарты порция істесеңіздер, өзіңізге жеңіл болады. Тез үйреніп кетесіздер. Карамельдің әбден қатуына 45 минуттай уақыт керек. Асықпаңыздар. Бөлме температурасында және ылғалдылық нормада болу керек. Егер дайын бұйымдарыңызда осылай шеті үшкірленіп шығып кеткенін байқасаңыздар, бірден горелкамен жүріп шығыңыздар. Балалар үшін ол қауіпті болуы мүмкін. Сәл-сәл басып, ақырын осылай шетін бәрін жүріп шығыңыздар. Және бұл затты кішкене бөлек қойыңыздар, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ал енді упаковкаға да келіп жеттік. Ол үшін сіздерге осындай слюдалар қажет болады. Олардың көлемі карамельдің көлеміне байланысты 6, 7, 8, 9, 10 болуы мүмкін. Мысалы, мына шар, ол сопақша және ұзын болып келеді. Сондықтан мен оған 7-ні қолданамын. Ұзындығы да өзіне сәйкес келеді. Негізінде дайын бұйым, дұрыс қатқан бұйым целлофанға жабыспайды, жеңіл кигізіледі. Осындай сымды пайдаланып, белінен буып, бір рет орасаңызда жеткілікті, ол ашылмайды. Ал мына көбелектерге бізге үлкенірек слюда керек. 10 сантиметрлік алсаңыз жеткілікті. Осылай барлық карамелімізді түйіп шығамыз. Бүгін міне осындай керемет карамель жасап үйрендік. Өз пайдаларыңызға асырасыздар деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, бөлісіп отырыңыздар. Қазақша контентке қолдау көрсетіңіздер. Осындай керемет бұйымдарды балалардың мерекесіне, мектепке, той бастарға, қонаққа да апаруға болады. Әсемдеу үлгілерін менің парақшамнан көрсеңіздер болады, және келесі видеоларда да көрсетемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.